Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында орналасқан Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы ең ірі ақпараттық кітапханалық орталық. Бүгінде облыс бойынша 281 кітапхананың әдістемелік орталығы болып табылатын мекеме балалардың да жиі келіп керекті ақпараттарын ақтаратын жайлы орта. Биыл, яғни 2022 жылы балалар жылына орай Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасы бойынша оқитын ұлт жобасы аясында балаларға арналған қызықты жобалар мен шаралар қолға алынуда. Ұлы дала келбеті, руханият келбеті атты жоба аясында жазушы Мұрат Әуезов, ақын Мұхтар Шаханов, Исраил Сапарбаев, күйші Секен Тұрысбеков сынды ұлтымыз ұлықтаған, халқымыз құрметтеген қаламгерлерді кітапханаға шақырып, оқырмандармен кездесулер ұйымдастырылды. Тұрақты оқырмандармен қатар елімізде әр салада еңбек етіп жүрген азаматтарды да кітапханаға тарту мақсатында Роза Бағланованың туғанына 100 жыл толуына орай ел іші сыртында белгілі өнер жұлдыздары арасында республикалық жұлдыздық оқырман байқауын, қазақ балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повестіне 65 жыл толуына орай аниматорлар арасында республикалық «Мен Қожа болсам» атты видео және анимация байқауын, сондай-ақ оқырмандарды кітапханаға тартумен қатар атадан қалған салт-дәстүрімізді жаңғырту, сол арқылы кітап оқуға қызықтыру, салт-дәстүр туралы мағлұматтар іздеу барысында көкейдегі сауалына жауап табуға көмектесу мақсатында атадан қалған аманат атты жобаларды әзірлеп, әмбебап кітапханамызда әмбебап оқырмандардың шоғырын қалыптастыруға атсалысудамыз. ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатқан ұлт ұстазы Алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығында назардан тыс қалдырмай, республикалық облыстық конференциялар ұйымдастырып, байқаулар жариялап, қоғам игілігі үшін бір кісілік үлесімізді қосудамыз. Ортақ мақсатымыз оқыту болған соң, қаладағы барлық мектептермен келісімге келіп, бата сөздің атасы, Шерхан оқулары, оқырман отбасы сынды ортақ жобаларды қолға алып, балалардың ынтасын ашуға күш салудамыз.